Сенің фантастик досың. Прикинь, бір рет Батя мен балыққа барам да, русалка көргенсің ғой, прикинь. Ой, көтің қышты досым. Еркекші кәдімгідей. Батя 27:00-не түсіріп алғам, памятті өшіп кетпесе бар, Батя да бар әлі. Кеше группаластармен тауға барам ғой, қолымды аю тістеп алады. Мына жерде қолым тырыстырып алғам ғой, андай тістей алмай тұр да, босықтасам қолым жұлып кетейін деп тұрады. Қолым тырыстырып тұрамын да, сілкіп қалам, ана тістері шашылып кетеді. Үйде Батяның қызыл мотоциклі бар ғой, соны алдым бүйтіп алдын көтерімді айналдырып астынан өткізіп аламын өткенде. Ой, қойшы досым. Еркек шана үй жақта қырды бұзып тастады, әйтпесе сол жерде істеп көрсете аламын саған. Прикинь, біздің үйдің подвалында бар ғой, мумиялар бар ғой, прикинь. Ой, қойшы досым енді. Еркекше, алдын мама айтты да, банкілерді саласташы деді, сол банкілерді салатқан кезде мумияларды көремін ғой, сырты алтын жасалған. Мына әңгімең енді өтірік досым. Батя просто ешкімге айтпа деген. Жайлаудан жылқыларды айдап қайт дейді, ауылда жылқыларды айдап келе жатсам, денесі адам, андай сақалы бар, мына жағы жылқы біреу келе жатыр ғой. Кентавр емес па? Сондай сияқты, короче, бүйтіп тұрып алған, темекі шегіп тұр ғой. Кәдімгі. Ой? Кәдімгі 4 шоқ келе жатыр өйстіп. Аузына темекі. Қолында темекісі бар. Мен ана бір ешкім асық темекі шеге ма, шекпей ма? Жоқ, брат, анау шекпейді ғой. Шынымды айт. Білмеймін, братан. Доссың ғой, жанында жүрсің ғой, білетін жарты сені. Жоқ, досым ғой. Айт деймін, шекпейді ол. Айтпасаң ұрып өлтіреме, шынымды айт болай. Болай. Айт. Ішкен кезде ғана шекпесе, шекпейді ау, братан. Қалай өкет, інім двойной ұстап бере салдым, сен шетінмен бірге айтып бере салдым оған. Болыпты, братан. Егер де мен бай болсам. Алло, Тони, түскі асты қаяқта ішейін деп жатсың бүгін? Дубайда? Жындысың ба, кухняда ішпейсің ба? Дубайға билет алыңдаршы. Болды. Аға, туған күніңізді Марста жасасақ па деймін? Инопланетяндар мазаны алып қоймай ма олар? Алып қояды негізі. Бір андай дәу самолет табыңдар да, бассейні бар, аспанда жасайық та. Ойлап тұрмын, елбасымыз сияқты бір қала тұрғызсам ба деп. Қиын болып кетеді ол. Қиын болып кетеді. Район, бір район. Ол да қиын болып кетеді ол. Двор ма, двор? Үйіңізді ремонттап алсаңызшы бірінші. Соны бітіріп ал. Роналдуға айтыңдаршы, мен постына салсыншы. О, $1,5 миллион тұрады ғой. Анау Дубайда коттеджім сатасаңдар мен. Ой, жетпейді ол. Сторисқа ма, репост па, хотя комментарий жазып кетсін. Қолтырауын терісінен жасалған сағатын тағайын ба, или анау қасқырдың терісінен жасалған тағайын ба? Қандай теріден тақсаңыз да бәрі бір уақытты көрсетеді. Ареген, неме анау жіберген балаң сенің тошын тірлік шеше ала ма мынау? Мынау не істеймін деп менен сұрап тұр ғой мынау, братан. Үштелей ма сенің атың? Мына киіп алған шлөпкісіне дейін не сүресің ғой, садиктен қашқан ба, братан, не ағасың? Ол біраш келе ма аналар? Келек та, брат. Неғып бір өзің келмегесің, қасыңа досың деп кепсің ғой. Досым емес, мен братаным ғой. Жас көрінесің ғой сен, неғып үшін? Бәрі менен сұрайды, қалай жас көрінесің деп. Бірақ менің жасым 43-те балам, қанымда қарайды па сен мені бүйтіп, Болды, көке. кете болды. Болды, көке. Құры дедім ғой мен саған, құры болды. Өйстіп тұрмасаң болмайды, Короче, тура осылай кигізем ғой. Осылай. Анау замедленно кетіп бара тұр ғой. Артына шығанда көрпе төсегін жайып, будильнигін қойып кетем ғой. Осы түс жақсылыққа жорып отыр мен. Түс керісінше болады дейді ғой, брат. Оны да ойлап, ручка парағымды алып шықтым ғой. Сразу жазып жібересің ғой. Бірдеңе болса. Ручка парақ жоқ. Біз. Не болды? Қызылыққа шу керек болып отыр, братан. Соң ағасымен сөйлесіп беріңізші. Қыздың аты кім? Камила. Баяғыда еркек болмаған ба әйтеуір? Еркек болған, братан. Соң ағасымен сөйлесіп беріңізші. Жеңгем жібересіз сай онда? Жайшы. Баяғыда ағасы да қыз болған шығар. Давай, братишке. Охранник родной. Жаным, сенің мойның истер ана Францияның парфюмдерінен күшті ғой, жаным. Мойның дейтін сенің үжеғді ғой, жаным. Қайрат, маған қарай, бір мал жүріп келе жатыр. Сен екенсің ғой. Малай жүрмейтін жерің жоқ, Нағып жүрсің мына жерде? Жоқ, енді өтіп кете сайын деп ашық тұрғанға. Мен не мына жерде саған кукуруз охранять етіп отырмын ба? Аналар кукуруз емес, не еді? Жүгері ол. Екеуі бір емес па, жүгері? Бір емес, көтің қыз. Кім боласың сені? Көрші мақсаттың боласың ба? Қайсана КамАЗ ба? Дәл өз. Қанша фура бар үйлерінде?
айтуға болмайды деген жа сізге айтайын 5 бора бар. Бәле, Россияға барып ақшаны күреп отқаншасында байсыңдар қойсыңдар, Ақша жоқ болды жа. Бірақ батя үйлендірем дейді мен жа. Қаншадасың сен? 18-де толамын 2 айдан кейін. Мен 29 жасымда үйленгенмін. Ақша бар, батяға делать нехуй дейсің, нанның орнына торт жеп отқаншасыңдар, Сіз келеді деп шашылып дайындап жатырмын, қойыңызды сойып кәдімгі. Менде қой жоқ қой. Жоқ қой сізде. Ұрлап алып келдім ғой. Сізге атадым соны. Полиция келіп тұр. Енді? Сізге атадым. Еттен қалай еңтен шығарып қойсаңсың ба? Адам құсап. Көке маған шашылып көресіз. Шашылып болғанда сен қай жақтыкісің сен? Ауыл ма или қала ма? Ауылдікі ғой. Ауылдікі онда саған бір балшық болады. Неге? Қақтан көрдің ауылда 4 балшық ұстап тұрған. Или ол сетпет. Кешірім қазір. Мен дайын болды. Дәмі зор болып тұр. Не мынау? Заказ ғой шашылып қой. Оны жеу керек еді ғой. Жеп алдым ғой мен. Әбәдім. Мен жеген жоқпын оны. Немене бері жауапкершілігің жоқ па сенің? Кешір. Бағанадан бері күтіп отырмын мен сені, айуан мал. Ей, өйтіп артық кетпе ол. Қалай артық кетпе, күтіп отырғаным. Қанша сағат болды? Ренжіме, қазір жейсің қазір. Шашылықты ма? Онда жейсің, таяқсыз да жейсің қазір. Сен намысыма тиіп қойдың. Мангалдай болып отырсың ya, мангалды өшіріп пең? Өшірдім. 101 кез банда шонда пожарныйға. Мангалға болып пожарный шақырып өшірем өзім. Өзің өшіре алмайсың ау бұны. Өшірем. Ей, үй өртеніп отыр ғой малау, артыңа қарасай.